материалдарға шолу жасау. Біріншіден, сендермен жұмыс жасау барысында, сабақты өткізу барысында ең алдымен топқа бөлуді жөн көріп отырмыз. Яғни біз топқа осындай Excel және Word деп бөлініп аламыз. Ары қарай біздің жаңағы топтық жұмысымыз, тапсырмаларымызды таныстыра беретін болады. Мен бірінші партаға Excel-ді қоямын, екінші партаға Word-ды қоямын. Яғни бұл сендердің топтарының атаулары болады оқушылар. Енді осы жерде осындай Excel және Word деген таблицаларға менде осы арқылы біз топқа бөліміз. Яғни бүгінгі сабағымызға байланысты тобымыздың атауы да және бөліну ережесі соған байланысты болады. Мен осы жерге Excel және Word етіп араластырып қойдым. Қазір бір-бірден кезекпен шығып, үш айзереден бастап. Біреуін алып, қайсымыз Word-қа түсеміз, Word-қа отырамыз, Excel-ге түсеміз, Excel-ге отырамыз. Түсінікті ғой, ә? Келе ғой айзере. Excel командасына қош келдің. Келесі. Word-қа бара ғой. Word-ымыз ауыса береді оқушылар қазір. Кім қандай жаңағы командаға түсетіні осы сетулы таблицамыз шешеді. Иә. Бірінші қайсы тұрсыдан аламыз? Отыра ғой Excel. Келесі. Шығады. Word-қа бара ғой. Келесі, аяна. Жылдамдығымыз оқушылар көп уақытымыз кетіп қалмас. Келесі, Дария. Топқа бөлу әдісін кішкене жылдамдықтарга уақытты оқытпайды. Балалар, жалықпай сен жалғастыра бер. Одақта орындық жеткілікті, Дария, орындық қоспаймыз. Осыны аламыз. Иә, біріншісі. Келесі, жылдамдатамыз оқушылар. Бауыржан келесі. Отыр. Орындықты жылшытпаймыз, орындық жеткілікті бізге. Келесі, Радис. Ережеміз байымызды сақтаймыз. Алдымыздағы арқа сақтарға. Келесі жылдамдатайық. Келесі келіп отқан кезде жылдамдап. Одан кейін оқушы ала береміз. Жылдам. Жылдамдатамыз. Келесі. Асыққан. Тез келесі. Дария, жылдамдатамыз. Марал сен де келеді. Ал жақсы, орнымызға отырамыз. Қане? Енді анықтап алайық. Қай топқа түсті, иә? Excel тобы, қане? Үш шапала қойықшы. Бір, екі, үш. Word тобы. Бір, екі, үш. Енді топтық ережені сақтай отырып, бірінші тапсырмаға көшіріп оқушылар. Бірінші мәселе бізде бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтап алу. Яғни, бүгін қандай тақырып болуы мүмкін деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыңдар. Электрондық кесте. Яғни бізге бүгінгі сабағымызға тікелей байланысты адасқан әріптер арқылы біз бірден таба алдық электрондық кесте екенін. Енді оқушылар сабақтың бүгінгі тақырыбы электрондық кестелердің элементтерін пішіндеу, соның ішінде оны форматтау, қандай мақсаттар бар, яғни қауіпсіздік ережесін сақтау арқылы біз бүгінгі жұмысымызды, сабақ мақсатына жетеміз деген ойдамын. Негізгі бұндағы мақсатымыз, сабақтың негізгі мақсаты электрондық кестеде элементтерді пішіндеу, олардың ережелерін қандай ережеге сай оларды өзгерте аламыз. Пішіндеу деген сөз түсінікті ме оқушылар? Редактировать, яғни өңдеу деген сөз. Кез келген кестені біз өңдеп үйренуіміз керек, сабағымыздың негізгі мақсаты. Сонымен қатар оның сыртқы түрін, оның шекарасын, осылардың барлығын өзгертуді нақты мақсат етіп бүгінгі сабағымызға қоямыз. Келесі, ой түрткі дейді. Енді сендердің алдыңғы білімдеріңді анықтау мақсатында осы жерде сендерге сұрақ болды деп ойлаймын. Электрондық кесте дегеніміз не?
сабақ кестесі ұмытылған кезде, ол неге орналасады? Я парақтың ішінде не болады? Кесте, дұрыс айтасыз, кесте болады. Осындай біз сонымен қатар электрондық кестедегі жаңа шекаралар, яғни граница деп айтамыз, солардың барлығын бүгінгі сабақта біз нақтылайтын боламыз. Міне, біз топқа бөліндік. Енді бұл жерде оқушылар сендердің зерттеу жаңағы қабілеттеріңді анықтау мақсатында екі топқа мен осындай тапсырма беремін. Яғни Excel командасына Excel терезесін зерттеу, Word командасына Word терезесін зерттеу. Не себепті Word алып отырсыңдар ғой? Word'та да біз таблица құрамыз, дұрыс па? Құрамыз. А Excel'де ше? Excel'де де құрамыз. Енді соның бізге айырмашылығы қандай? Немесе мына жердегі әрбірінде тақырып жолағы болады, әрбірінде жабу терезесі болады, әрбірінде жұмыс алаңы болады. Осыларды анықтау мақсатында мен сендерге топты осындай жұмыс беремін. Бұл жерде сендерге анық нені жазу керек екені белгілі. Яғни Excel командасына мен Excel'дің терезесін беремін. Арамыздан бір топ басшыны сайлап алып, осы Excel командасымен бірлесіп жұмыс жасаймыз. Түсінікті ғой? Кішкене орнынан тұрып жақындасуға болады. Және Word командасына дәл сондай тапсырма. Біреуіміз топ басшысын сайлап аламыз, кішкене бер жақындасуға. Сөйтіп, сол оқушылар барлығымыз ой тастау арқылы осы таблицаны толтырып береміз. Қане жылдамдатамыз. Уақыт 5-7 минут аралығында уақыт береді. Al mı?
Ortaçta olsa olur. No, sağlar. No, nie no. No, nie pomogę. Yaşık olsa yaşık diyeceğimiz ya. Я много ходила, ну, может, где уже брюли. А на жире не купишь? Значит, здесь Yani masştabı özgürtüğü деген сияқты. Ya, көзіміз ойымшы жаза берген болса. Қазір бұл жерде топ басшысы шығып бізге соны көрсетіп түсіндіріп береді, ары қарай сабағымызды жалғастырамыз оқушылар. Болды ғой, иә? Болған болсақ, бағанағы біз не көрсеткен ереже бойынша қол шапалақтау әдісі бойынша 3 рет шапалақ ұрғашты жарайсыңдар. Борт командасы бірінші болды. Ал Excel командасы болды ма? Жақсы. 1 минут уақыт береміз сіздерге, күте тұрайық. Топ басшысы дайындала берген, топ басшысы шығып қазір тобын атауын таныстыру арқылы ары қарай оның жұмыс алаңын таныстырады. Жай ма? Жақсы. Excel командасы да болып қойды. Олай болса, бірінші болған командадан бастаймыз. Бірінші орында болған топ басшысы шыға қойыңыз. Және екінші топ басшысы шыға қойыңыз. Эмблемаларды алып шығыңдар. Таблицаларды алып шығамыз. Кім топ басшысы? Топ басшысы кім? Асылжан келіп шығамыз. Алып шығып қаласыңдар. Ya? Осылай, мына жерге қоямыз. Ал олай болса, бірінші бізде борт командасы бастайды. Мен қазір бортты ашып қоямын, оқушылар. Міне, мына жақтан сіздерге болады. Мына жаққа қарап, оқушыларға қарап тұрып, осылай айтады. Мен ұтасқа ретінде енді бере сұрайсың ба? Я. Ya, бағдарламаны жауып қой. Жарайды. Жақсы, өте жақсы. Жауап қабылданды. Келесі топты мәлімдеп, дәл отырады. Келесі топ, мына жаққа қарап. Немесе өзің парақшаны жауаптың да болады. Бер қарап. Ya. Ол жерге не жазады тақырып жолында? Tamam, ne kopya yapıyor? Bu arada ülkenin alan video var dediğinde bu bağlamanın anlamında ya? Bir aşık demek lazım.
Uyaşık, jol, bağan деген ұғымдармен танысамыз. Енді сіздерге түсінікті болу үшін, мысалы, мынау бізде Excel бағдарламасының жаңағы кестесі деп айтайық. Ол кестеде осындай қатарлар берілсе, мынандай бағандар берілсе, бұл бізде баған деп аталады. Яғни бағандар A, B, C, D деп осылай ағылшын алфавиттермен, яғни латын алфавиттермен жалғасады екен. Ал қатар, жолақ деп отырғанымыз, жолдар деп отырған жолдар сандармен 1, 2, 3, 4 деп, одан ары қарай сандармен жалғасады екен. Демек, сандармен байланысқан, яғни сандармен жалғасатын жаңағы ұяшықтардың барлығы бізде ол не деп аталады екен? Қатар немесе жол деп аталады екен. Ал латын алфавиттермен, латын әліпбиімен белгіленген қатарлар, олар не деп аталады екен? Баған деп аталады екен. Енді осы баған мен жолдардың қиылысы бізде ұяшық деп аталады екен балалар. Ұяшық. Түсіндіңдер ғой, жаңағы сіздер айтқан ячейка деген сол. Яғни бұл жерде оқушылар, мына жерде мысалға қандай ұяшықтың жаңағы адресі белгіленді деген сұрақ тұр. Осы жерде бізде егерде осы жерде ұяшық белгіленген болса, мына жерде қандай сан тұр? 3 сан тұр. Демек, ұяшықтың адресі қандай? A3. Егерде бізге қандай да бір формула керек болатын болса, онда біз A3 ұяшығы мен B3 ұяшығын көбейтеміз немесе бөлеміз деген сияқты формулаларды алдағы сабақтарда қолданатын боламыз. Бұл бізде бүгінгі негізгі сабағымыздың мәселесі. Енді жаңа сіздер осы зерттеу барысында осындай жаңағы сұрақтарға туындады деп айта аламын. Себебі ол жерде барлығы белгіленген болады және толығарын нақты жауабы есімдерге кішкене түсіндіріп кетті деп отыр. Осы жерде белгіленген 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1-ден 10-ға дейін сандармен белгіленген әр қайсысының өзінің бір қызметі бар. Бұны біз борттан танимыз ба? Редакторын қолданған кезде білеміз, редакторда осы жаңағы құрал саймандар тақтасындағы қалыңдату, жаңағы жуандату деп айтамыз, курсив деп айтамыз, және оның шрифттерін, қаріптерін өзгерту барлық бізде бұрыннан таныс. Енді бұл да Excel бағдарламасында осыларды қолдану арқылы жұмыс жасауға болады. Мысалға, мынау бізде кесте құруға қолданылатын жаңағы ерекше. Осы жерді бассақ біз кесте құрамыз. Одан кейін оны ерекшелеу үшін, яғни қандай да бір сары түспен немесе қызыл түспен белгілеп қою үшін осы жаңағы А деген жазу түрінің өзінің әрқайсысының өзінің құю батырмалары бар. Яғни бұл бізде жаңағыдай сендерге мүмкіндік береді бояуға. Соны нақтылап өтетін болсам, біріншісі қарып, екіншісі өлшем, үшіншісі қарыпты өлшемді үлкейту, үшінші бұл жерде төртінші қарып өлшемді кішірейту, яғни үлкейту, кішірейту. Одан кейін қалың қарып, курсив, жаңағы асты сызылған, шекаралық текст границасы бар немесе жоқ деген сияқты. Және толтыру, қарып түсі деген сияқты осындай жаңағы арнайы сандармен белгішелермен белгіленген. Енді бізге таблица құрған кезде қандай да бір таблицаны артық, кестені артық құрып қойсақ, сол ұяшықты алып тастауға тура келеді. Ол үшін не істейміз? Ол үшін біз жаңағы құрған кестемізді белгілеп аламыз, ерекшелеп алып, жоғарыда болады удалить ячейки деген. Немесе удалить строка, удалить столбец деп тұрады. Строка десе ол біз жолдан удалить еткен боламыз, ал столбец десе ол бағаны удалить еткен боламыз. Түсінікті ғой? Олардың бәрі тағы практика барысында мен сіздерге таныстыратын боламын. Курсивтерді өзгерту. Енді негізгі ережеге көшіп оқушылар кішкене 5 минуттай ережемен таныстырып өтейік. Осы ережелерді біз алдағы сабаққа үйге тапсырма ретінде береміз. Яғни, бұл жерде ереже кесте дегеніміз не? Кесте дегеніміз деректерді жолдармен бағандарда жаңағы қиылысында орналаспақ ұсыну тәсілді біз кесте деп атайды етеміз. Яғни ол электрондық кесте бола ма, ол жай мәтіндік кесте бола ма, жалпы ұғымын бір оқушылар. Одан кейін конструктор. Конструктор жапсырмасының өзінің бірінші тобы бар, оның бірінші тобы кесте стилінің параметрлері деп аталады. Осылардың барлығымен кездесеміз. Және жұмыс кітабы. Яғни Excel бағдарламасында біз жұмыс жасаған кезде бірінші кітап, екінші кітап, үшінші кітап деп өзінің жаңағы ережесінде шығып тұрады. Сонымен қатар баған қатары болады, жаңа айтып өттім, ABC. Одан кейін сандар бұлар жолдар 1, 2, 3 және шексіз болып. Енді ең еске сақтайтын мәселе оқушылар. 16.384 баған бар екен. Көрдіңдер ме? Бізде ағылшын алфавиті қанша? 26 ма? 26.
Biroq bizga bag'an 26 emas, bag'an bizga 16,384 ko'rinmayapti. Al, javob bizga birden 1,48,576 o'shanday songa teng boradi. Tushunibdimi? Ya'ni qisqacha ma'lumot berdim. Endi o'quvchilar kelasi sizlarga janola topshirma berib kelgandim o'sha yerda. Topshirmani biz kompyuterda o'rganamiz. Hozir men kompyuterda bir topshirma o'rnataman, undan keyin qaytadan kelib biz to'liq жұмыс orqali, ya'ni kuti колесо o'yin orqali ары qaray to'liq жұмысni жалғастырып o'zimiz бағалаймыз. Al endi üç topshirmani o'rnatamiz. Üç topshirmani o'rnatamiz. Birinchi topshirmani o'rnatib bo'ldik, ikkinchi topshirmani o'rnatib bo'ldik, uchinchi topshirma rasionalniy sinfli reja bo'yicha o'rnatiladi o'quvchilar. Qani, o'z-o'zini baholab ko'ramiz. O'z-o'zini baholab ko'ramiz. Bal verib o'tdingizmi o'quvchilar? Qani, ikki topshirmani o'rnatdi. Jarayonning birinchisini 10 bal, ikkinchisini 9 bo'ldi. Yaxshi. Mo'ljam qancha bo'lsa, o'quvchilar minus qo'yib qo'yamiz, ya. O o'quvchilar menga жұмыс жасaymiz, tushuntirib suratdan. Naqshda to'g'rimen bo'libdi. Ayana. Jarayson. 3 topshirmani o'rnatib bo'libdi. 3 topshirmani o'rnatib bo'lgan o'quvchilar biz endi бағдарламасында жұмысты жалғастырамыз. Бұл олай бірінші бағдарламыз. Танысып қояйық. Екеуі дұрыс емес болды. Екеуі дұрыс емес болса, демек біз 2 минус қойып қоямыз да 8 бал қоямыз. Тапсырмадан кейін бітті оқушылар. Апай, 6-дан 3-і дұрыс болса, қанша бал болады? 7 бал қоямыз. Өзіңізді бағалап бермеген ішіне? Жақсы, жарайсың, Даня. Болған оқушылар, қайтадан топқа біргеміз. Келдер. Топқа біргейші. Қайтадан. 3 тапсырманы орындап болған оқушылар, орныңызға жайғасамыз. Бағалау парақшаларының қастарына алғандар оқушылар.
Егер жауап бере алмасақ, біз қызыл пирамиданы иеленетін боламыз. Түсінікті ме? Соңында жасыл жаңағы кубикті жинаған топ жеңіске жетеді, ал пирамиданы алған тобымыз ұтылған болады. Түсінікті ме? Енді біз қай топтан бастаймыз? Бізге топтан бастаған ешқандай жаңа айырмашылық жоқ. Бірінші Excel командасынан бастаймыз, иә? Excel командасына сұрақты мен қоймаймын. Экранда бізде бүгінгі сабаққа байланысты сұрақтар берілген. Осы қазір дөңгелекті айландырған кезде қай сұрақ түседі, сол сұраққа жауап береміз. Егер жауап бере алмасаңдар, екінші топтан жауап беруге мүмкіндігі бар. Түсінікті ғой? Яғни жауап берілген сұрақ жаңа барабаннан алынып тасталады. Түсінікті ме? Кеттік. Excel командасына сұрақ. Кестеден бір баған немесе бір қатарды жою қалай іске асады? Жаңа айтып өттім, иә? Шылар. Я өте кетеміз, дұрыс болсын, жауап бере аласыз? Топпен жұмыс жасамай анықтап алады, нақты жауабын. Топпен жұмыс жасайды, иә? Жайлайсыңдар, қан айтып оқымадыңдар? Иә, көйлегеміз. Удалить сен кнопкаға басамыз. Жарайсыңдар, дұрыс. Демек сендерге еншілеріне бір ұпай. Келесі борт командасына сұрақ. Яғни ол сұрақ алынып тасталды. Сендер куәгерсіңдер, қараңдар. Келесі сұраққа жаңағыдай жауап береді. Тақырып жолағы дегеніміз не? Топпен ойласамыз, оқушылар борт командасы топпен ойласып біреуін жауап береді, иә? Тақырып жолағы дегеніміз не? Кім айтады? Айта қойыңдар. Топпен ойластық қой, иә? Орнымыздан тұрып, әдемелеп жауап берейікші қан, естімей жатыр. Иә, тақырып жазуға арналған жол. Яғни біз қандай да бір құжатты, қандай да бір атпен сақтасақ, ол қайда пайдаланады? Тақырып жолағында. Еншілеріне сендердің де бір сол жерін ала бересіңдер. Мына жерге тоқпай, ыңғайлы тоқпаған осымен жақындап жүрсін. Керемет, екі топта жауап берді. Келесі. Бұл енді сендерге Excel командасы. Ой, екі көбейтісек, топпен ақылдасайықшы, бұл не деп ойлайсыңдар? Бір-біріне айтып көріңдер. Бұл не деп ойлайсыңдар? Ол не деп аталады? Қане, айта алшы, қане. Айта ал. Айта ал, жауап береміз. Дұрыс, екі ұяшықтағы сандарды бір-біріне көбейту. Демек ол не деп аталады? Жоқ. Формула деп аталады. Жарайсыңдар. Жауап қабылданды, екі ұяшықтағы сандарды бір-біріне көбейту. Дұрыс айтады. Бұл екі ұяшық мен су екі ұяшығы бір-біріне көбейтіліп тұр, иә? Дұрыс айтасыңдар. Келесі. Борт командасына қойылады сұрақ. Жол, қатар дегеніміз не? Борт командасы. Қан ойласып жауап берейік. Жаңа айтып өттім, иә? Осындай бізде алфавиттермен белгіленеді, осындай сандармен белгіленеді деген сияқты.
форматында жазыла алатын сайтасында. Эксельде кестелер болады. Кестелерге бірақ нақты жаза береміз, иә? Так, жақсы. Яғни Excel'де асылжан айтқандағыдай формуламен есеп шығара береміз. Ал Word'да солай бола ма? Жоқ. Жақсы. Жарайсыздар. Тағы бір қол алып қойма. Келесі. Word командасына кетеді. Баған дегеніміз не? Баған дегеніміз не? Қазақша түсініксіз болып жатса, оқушылар столбец деп айтамыз. Столбец. Столбец. Баған дегеніміз не? Жауап беріңіздер. Бұл нәрсесі оқушылар түзу бағытта орналасқан. Түзу бағытта орналасқан. Жақсы. Жарайсың. Келесі топ. Жауап бере аласың? Ящиктің адресі. Дұрыс айтасың. Ящиктің адресі. Ящик деген орысша, иә? Ящиктің адресі. Дұрыс айтасың. Келесі. Тезірек әйелімді ойласам да? Барабанымыз. Ящик дегеніміз не оқушылар? Жаңа айтып өттім, иә? Бізде былайынан қатар болады дедім, былайынан баған болады дедім, бірақ оның арнайы ережесі бар. Қайта ғой бауыржан? Ящик дегеніміз бір. Иә, бір таблицаның ішіндегі ящик. Және тағы не айтамыз? Қатарлармен бағандардың несі? Өте дұрыс айтасың. Қиылысуы. Жарайсың. Сендерге де бір жаңағы ұпай беріледі. Келесі сұрағымыз. Азырақ сұрақ қалды. Тезірек осыны жауап берейін. Бұдан кейін сабақты жалпы қорытындылаймыз. Электрондық кестеде кесте құру жолдарын атаңыз Excel. Excel командасынан береді. Ойласа? Таблица бұл қарапайым. Қалай құрамын? Иә? Айту керек қой? Таблица деген жерге. Иә. Дұрыс айтасың. Иә. Жақсы. Жарайсыңдар. Өз сөзіңізбен жауап бере беремін оқушылар. Ауқым, диапазон, бұл сөзбексіздер тартыс болмаулары мүмкін. Біз, мысалы, оқушылар қандай да бір, бұл жаңа сабақтан кейін бұған өзі жауап бергім келіп отыр, сендерге түсініксіз болуы мүмкін. Ауқым деп отқан қандай да бір граница, иә? Мысалға біз бір нәрсені алатын болсақ, осы картаның бір бөлігін алатын болсақ, ол өзінің границасы болады. Сол сияқты біз қандай да бір Excel'де диапазонын белгілеу арқылы жаңағыдай сол жерге ғана орындалып және соларға қорғау қою сияқты осындай жұмыс атқара аламыз. Бүгінгі сабағымызда біз жалпы танысып отырмыз. Енді біз алдағы сабақта бір сабақ практикалық жұмыс берілген. Сол практикалық жұмыста біз осы жаңағы бүгінгі айтылған барлық пішіндеу форматтау әдістерінің барлығы мүмкіндіктерін бәрін қолданатын боламыз. Тағы бір сұрақ мен қазір Word командасына беремін, сонымен біздің барабанды айландыру әдісіміз аяқталады. Электрондық кесте дегеніміз не? Word командасына сұрақ. Қарсылас команданың сұрағына жауап бере ғой. Қатырақ толығырақ нақты жауап береміз. Кесте дегеніміз не жалпы? Кесте дегеніміз не? Word командасы. Баланнан, яшықтан, жолдан тұратын кесте. Оны Word'да дұрыс айтасыңдар.
тапсыратын боламыз. Төбесіне фамилиясын жазып қоямыз, және екеуін бірге маған тапсыратын боламыз. Жинайтын десе өзім айтамын. Бірінші жазып қойды, оқушылар. Бардыңыз ба, оқушылар. Бекіту сұрақтарын қазір экранға шығарамын, кішкене сендерге. Жаңағыдай подсказка деп айтамын, подсказка болу үшін. Және топтардың ұпайларын қазір қорытындылаймыз. Сендер жаза берді, мен ұпайларымды көріп шығарып, неше ұпай болды. Excel командасында бізде бесеу. Жоқ болады, да бесеу. Бес сұрақ болды. Бес. Excel командасына бес ұпай. Ешқандай пирамида бізде жоқ. Вот командасы берем с головой. Мен жинап алайын, болғандарға екеуін де береміз, бағалы парамен бірге. Бағалы параны жинап аламыз. Аттарыңызды жазып ұмытпаңдар, иә? Оқушылар осы жерге атымыз жазып қоямыз, кім екенін білуіміз керек қой. Болғандардың қазір мен жинап аламын. Фамилиямыз жаздық па? Осы бойынша күнделікті бағаларын қоятын боламын. Және оған қосымша топтық жұмыс жасадық, иә? Топтық жұмыстарда біз, яғни Excel командасы 5 ұпай, Word командасы өздерін көріп отқандағыдай 5 ұпайды иеленді. Яғни біз бүгін сабағымыздың негізгі мақсатына жеттік. Біз кесте құруда қандай жаңа түсіндеу құралдармен қолдану керек, қалай біз ұяшықтарды өшіруіміз керек, жоюымызға болады, және сонымен қатар қандай жаңағы мүмкіндіктері бар, қанша бағаннан тұрады, қанша жолдан тұрады деген сияқты осындай жаңа ұғымдармен таныстық. Ендігі сабақта біз осы бойынша, яғни практикалық жұмысты айтамыз ғой, компьютерда сабақ кестесін құру, яғни айлық есептегіш көрсеткішті, яғни айлық зарплатаны есептеу, осындай сияқты қосымша жаңағы кесте құруды үйрену барысында түсінбеген тағы да сұрақтарымыз болса, сол кезде анықтап жатамыз. Енді бекіту дейді ғой, бізде бекітуімізде яшықтар қандай команда арқылы бірге дейді.
түсініп алдық. Сонымен қатар шекаралар не үшін қажет және қаріптің түсін қалай өзгертуге болады. Осындай біз нақты ұғымдарға жаңағыдай түсініктеме бердік. Ендігі мәселе, мысалға мен бір ғана оқушынікі оқып көрейін мына жерде. Рефлексияда бізде былай берген. Бүгінгі сабақта мен қандай жаңа ұғымдармен таныстым, не үйрендім дейді. Яғни бұл бізде бүгін ұяшықтың адресі, баған деген сөздермен танысыпты. Тақырып жолағы, масштабты үлкейту деген сияқты және сонымен қатар электрондық кесте деген сөзбен танысыпты. Сонымен қатар Бауыржан бүгін Word пен Excel-дің батырмаларымен таныстым дейді, және электрондық кестені түсіндім дейді, ұяшықты үйрендім дейді. Осы сияқты әрбірінің өзінің жеке ойлары. Бұлардың барлығын мен оқып шығамын. Және мына жерде мына Тайыр жазыпты. Мен диапазон деген жаңа сөзді білдім дейді. Және оның мысалға өте дұрыс айтады. Бүгін бізге диапазон деген сөз жаңа сөз болды, иә? Диапазон деген сөзді біз күнделікті қолданбаймыз. Және сонымен қатар Excel ұғымын түсіндім дейді. Сонымен қатар бәрін түсіндім дейді. Яғни сабақ бүгінгі біздің негізгі мақсатымызға жетті деген ойдан. Кімде қандай сұрақ бар бүгінгі сабақ бойынша? Бәрімізге түсінікті ма? Олай болса, бәріміз бірге, екі топ бірге 3 шапалақ ұру арқылы сабағымызды аяқтаймыз. Сабағымыз аяқталды. Енді оқушылар үй тапсырмасын мен күнделік кезетқа енгіземін. Яғни ол жерге ережелер жазбау беремін. Ережелердің бәрін орналастырып қоямын. Сол ережелерді дәптерге жазып жатырмын.